Достар, сәлем. Кез келген адамның өмірінде әйтеуір бір уақытта камера алсам ба екен деген ой болады. Сосын дүкенге барады, 101 камераны көреді, шаршайды, сосын кез келген біреуін ала салады. Өкінеді. Бүгінгі видеода сол камераны қалай таңдаймыз деп айтып беремін. Видеоның соңына дейін көр, сосын сен техникалық дүкенде кеңесші деп көмек сұрамайсыңдар. Кеттік. Ең басында саған камера не үшін керек? Соған жауап бер. Камера түрлері көп. Егер үйренемін десең, арзанын ал. Қандай функцияларын барын біліп ал. Алғашқыда мен үйрену үшін қолданылған камера алғанмын, яғни OLX арқылы. Егер тойларда фотоға түсірем десең, камераға вспышка ал. Егер блогер болам десең, экшн камера алған дұрыс. Ол жеңіл, ал саған көбінде бір қолмен түсіру керек болады. А вы это покажете? Спортсмен экстремал болсаң, GoPro ал. Ол көп функционалды. GoPro-ны аямайсың. Мотоциклмен тауға шығасың. Суға батырсаң болады. Сноуборд, шаңғымен түскенде каскаға орнатуға болады. Велосипедпен жүретіндерге де жақсы. Судан қорықпайды. GoPro ал. Екінші сұрақ, қанша ақшаң бар? Соған байланысты. Қанша ақшаң бар? Қымбат камерамен қызықпа. Әдемі фото камераға байланысты емес, фотографқа байланысты. Және қымбаттылығы шексіз. Камера 2 миллион теңге болуы мүмкін. Оған әлі объектив аласың. Ол да 2 миллион болуы мүмкін. Оған қоса кроп және толық кадр деген мағына бар. Үйренетіндерге кроп болады, ал профессионалдар толық кадр алады. Бағасы да жаман емес, қараңдар. Кәсіби камерада мегапиксель маңызды емес. Оның орны матрица маңызды. Мына ішіндегі. Байқаған шығарсыздар, ылғи камераның суреттері смартфонның суреттерден жақсы болады. Неге? Өйткені мына матрица әлде қайда үлкен смартфоннан. Камерада, кәсіби камерада ол маңызды емес. Мысалы, 12 мегапиксель, 20 мегапиксель, 50 мегапиксель болсын, оған мүлдем қарамай қойыңыздар. Енді қараса болады, бір 20-дан артық деген сияқты. Бірақ жалпы мегапиксельге қарамаңыздар. Ол маңызды емес. Кәсіби камера сатып алған кезде ішінде объектив болуы мүмкін. Қуануға болады, өйткені соны басып үйреніп аласың. Бірақ объектив болмаса, онда қуануға болады. Неге? Өйткені бұл жай объектив болады. Арзан объектив болады. Оны кит деп аталады. Бұның суреттері нашар болады. Бұны боди деп атайды, бұны тушка деп атайды. Мұнан бөлек объектив. Объективтің түрлері өте көп. Және біліп жүріңіздер, кейде объектив на бодидан бағасы артық болады. Шошмаңыздар. Алғашқыға бұл ақпарат жеткілікті деп ойлаймын. Бірақ ары қарай айтатын әңгіме көп. Мысалы, диафрагма дегенне, ISO дегенне деген сияқты. Ал егер сен лайк бассаң, бұл тақырып қызықты деп ойлаймын және жалғастырамын. Сау болыңдар.